Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Вианкариком командасы және Connected. Бүгінгі күннен бастап мен Жемісбек Дилназ цифрлық сауаттылық бойынша сабақтарды жүргіземін. Бірінші сабағымыздың тақырыбы компьютермен жұмыс істеу негіздері. Ең алдымен бізге ноутбукты қосу қажет. Ол үшін пернетақтада қосу белгішесі бар батырмаға басуларыңыз керек. Кейін ноутбук жүктеліп болған соң біз пернетақтамен жұмыс істеуге көшеміз. Егер сіздер пернетақтаға қосылсаңыздар, өздеріңізге мүмкін бейтаныс, ағылшын тіліндегі сөздермен белгіленген немесе көрсеткіш шрифтармен көрсетілген пернелерді байқайсыздар. Дегенмен әр перненің өзіндік атқаратын функциялары бар. Ең алдымен біз пуск пернесін қарастырамыз. Пуск пернесінде Microsoft компаниясының логотипі орнатылған. Егер сіздер пуск пернесінен бассаңыздар, ноутбуктың жұмыс үстелінде басты панель ашылады. Басты панельдің дәл ортасында ноутбуктеріңізге жүктелген бағдарламалар, оң жағында Microsoft компаниясы ұсынатын сервистер, сол жағында пайдаланушының тіркеулік жазбасы, документтер, суреттер, баптаулар және ноутбукты өшіруге арналған батырма бар. Пернелердің көбісі мәтіндік редакторда қолданылады. Сол себептен біз мәтіндік редакторға көшейік. Мәтіндік редактор ретінде біз Microsoft Word бағдарламасын қолданамыз. Microsoft Word бағдарламасы дегеніміз не? Microsoft Word бағдарламасында сіздер мәтіндерді өңдей, мәтіндерді жаза, сондай-ақ мәтіндерді басып шығара аласыздар. Егер сіздерде Microsoft Word бағдарламасы болмаса, ол үшін сіздер ғаламторға кіріп, Google документі деп жазып, Google документтерді ашып, сол жақта жұмыс істеулеріңізге болады. Ең алдымен бізге екі сөзден тұратын бір сөз тіркесті жазу керек, немесе бір сөйлемді жазу керек. Мысалы айтайық, алма алдым. Сіздерге екі сөздің арасында аралық қалдыру үшін бір сөзді жазып болғанса, сіздерге space батырмасын басу қажет. Кейін сөзді тере аласыздар. Ал енді өздеріңіз әріптер белгіленген пернелермен бір мысалды жазып көріңіздер. Соның арасында арақашықтық қалдырыңыздар. Space батырмасын басу арқылы. Келесі кезекте егерде сіздерге барлық сөздерді, яғни әріптерді бас әріппен жазу керек болса, сіздер Caps Lock батырмасына басасыздар. Яғни Caps Lock батырмасына бір рет басасыздар, кейін әріптерді тересіздер, сонда сіздерде сөздеріңіз бас әріппен басталады. Ал қайтадан кіші әріптерге қайтып келу үшін Caps Lock'та қайтадан басасыздар. Сонда кіші әріптерге қайтадан келесіздер. Келесі, егер сіздерге мәтінді оң жаққа немесе сол жаққа жылжыту керек болса, сіздер Tab пернесіне басу қажетсіздер. Яғни, мендерді сөздің алдына немесе артына барып, оны қойып, Tab батырмасын бассаңыздар, мәтін оң жаққа немесе сол жаққа жылжиды. Келесі қарастыратын пернеміз бұл Backspace пернесі. Егерде сіздерге алдыңғы жасалған әрекетке қайтып келу үшін немесе жазған символдарыңызды өшіру қажет болса, Backspace батырмасына басасыздар. Яғни, осылай. Келесі қарастыратын пернеміз бұл Enter пернесі. Егерде сіздерге жаңа жолдан бастау керек болса, яғни бір жол асыла түсу керек болса, Enter пернесіне басасыздар, сонда жаңа жолдан бастайсыздар. Сондай-ақ, егер сіздерге пернетақтаның оң жағында орналасқан цифрларды теру керек болса, дегенмен сіздер оларға терсеңіздер, ол мәтіндік редакторда көрсетілмесе, сіздерге Number Lock пернесін басу қажет. Number Lock пернесіне басқан соң сіздер цифрларды тере берулеріңізге болады. Келесі кезекте біз жылдам пернелер дегенді үйренеміз. Жылдам пернелер дегеніміз не? Жылдам пернелер дегеніміз арнайы пернелердің комбинациясын орындай отырып, бір қызметті тез атқару.
Мысалға айтайық, сіздерге пернетақтаның жоғары жағында орналасқан цифрлардың үстінде орналасқан символдарды мәтіндік редакторда көрсету үшін сіздерге Shift және сол символ тұрған пернені бір уақытта бірге басу қажет. Мысалы айтсақ, бізге леп белгісін жазу қажет. Ол үшін сіздерге Shift және леп белгісі орнатылған пернені басу қажет бір уақытта. Ал енді өздеріңіз жасап көріңіздер. Сондай-ақ, егер сіздерге бір ғана бас әріпті жазу керек болса, сіздер Shift және керек әріптің пернесін жазасыздар. Сонда бас әріппен жазылады. Келесі жылдам пернелердің комбинациясы Ctrl пернесімен тағы да бір пернелердің бірге басу арқылы жасалады. Мысалы айта кетсек, егер сіздерге бүкіл мәтінді белгілеу керек болса, сіздер Ctrl пернесімен ағылшынша A әрпін бірге басасыздар. Сонда мәтін бірден белгіленеді. Кейін бұл мәтінді көшіріп алу үшін сіздер Ctrl және ағылшынша C әрпін басасыздар. Бұл мәтін көшіріп алынады, ал енді сол мәтінді қою үшін сіздер Ctrl және V әрпін бірге басасыздар. Өздеріңіз енді жасап көріңіздер. Оған қоса, егер сіздерге алдыңғы жасалған іс-әрекетке қайтып келу үшін сіздер Ctrl және ағылшынша Z пернесін бірге басуларыңыз қажет. Бұл басқан жағдайда мен алдыңғы жасалған іс-әрекетіме қайтып келдім. Егер содан кейін жасалған іс-әрекетке қайтадан қайтып келу үшін сіздерге Ctrl және Y әрпін бірге басу керек. Сонда алдыңғы жасалған іс-әрекетке қайтып келесіздер. Жылдам пернелердің комбинациялары колумндарда сан қилы. Оларда қарау үшін сіздер орысша горячие клавиши деп жазсаңыздар, колумндарда жылдам пернелердің сан қилы комбинацияларын табасыздар. Және де олардың сипаттамалары да қасында жазылып тұрады. Келесі қарастыратын тақырыбымыз бұл тачпадты қалай қолдануға болады. Ең алдымен тачпад дегеніміз не? Тачпад дегеніміз компьютерлік тінтуірдің аналогы. Дегенмен тачпадтың компьютерлік тінтуірден бірақ айырмашылығы бар. Ол сенсорлық панельдің болуы. Егер сіздер тінтуірді үстел үстінен қозғасаңыздар, мензерді қозғау үшін, сол сияқты сіздер сенсорлық панельді саусақтарыңыз қозғай отырып мензерді қозғай аласыздар. Ал сол жақ батырма, оң жақ батырма тура компьютерлік тінтуірде орналасқан. Және тура сондай функцияларды атқарады. Ол үшін сіздерге жұмыс үстелінің астыңғы жағында орналасқан мәселелер тақтасынан көз салуыңыз керек. Мәселелер тақтасында сіздерде мұнда RUS немесе ENG деп тұрады. Бұл тілдерді орнатуға арналған батырма. Оған сіздер тінтуірдің сол жағымен бассаңыздар, мұнда настройки языка, яғни тілдерді орнату деген батырма бар. Настройки языка деген батырма басасыздар. Кейін тілдердің баптаулары шығады. Добавление предпочитаемого языка дегенге басасыздар, яғни қазақшаға аударғанда. Тағы да жиі қойылатын сұрақтардың бірі бұл тілдерді қалай орнатуға болады. Егер сіздердің компьютерлеріңізде қазақ тілі болмаса, біз оны қалай қоса аламыз деген сұрақ туындайды. Сіздерге ұнамды тілді қосу дегенді білдіреді. Кейін мұнда казахский деп жазасыздар. Ол шыққан соң тілге басасыздар. Далее, яғни келесі дегенге басасыздар. Кейін установить, яғни орнату дегенге басасыздар. Сонда бұл автоматты түрде жүктеле бастайды. Осылай сіздер басқа тілдерді де қоса аласыздар. Тілдерді жою үшін сіздерге сол тілді басып, удалить, яғни жою деген батырмаға басасыздар. Келесі қарастыратын тақырыбымыз бұл Wi-Fi-ға қалай қосылу керек. Егер сіздердің үйлеріңізде
Wi-Fi орнатылған маршрутизатор немесе роутер немесе модем болса, сіздер ноутбуктеріңізді Wi-Fi-ға қоса аласыздар. Ол үшін сіздер мәселелер тақтасында орналасқан UPA белгішесі бар батырмаға басасыздар. Мұнда параметр сети Wi-Fi деп жазасыздар. Кейін табылған соң, оған бір рет басасыздар. Егер сізде Wi-Fi жолақшасы өшіріліп тұрса, сіздер оны қосу қажетсіздер. Кейін показать доступные сети, яғни Wi-Fi желілерін, қолжетімді Wi-Fi желілерін көрсету дегенге басасыздар. Мұнда Wi-Fi желілерінің тізімдері көрсетіледі. Өздеріңіздің үйлеріңізде орнатылған Wi-Fi-ға қосыласыздар. Ол үшін сол Wi-Fi-ға басып, подключиться, яғни қосу батырмасын басасыздар. Кейін құпия сөз болса, құпия сөзді тересіздер. Содан кейін тағы да қосу батырмасын басасыздар. Ал егер сіздерде үйлеріңізде интернет болмаса, дегенмен ұялы телефондарыңызда интернет пакет болса, сіздер ұялы телефон арқылы Wi-Fi желісін тарата аласыздар. Ол үшін сіздер ең алдымен телефондағы баптауларға кіресіздер, кейін мобильные сети, яғни мобильдік мәліметтер дегенге кіресіздер. Кейін режим модема немесе точка доступа деген батырмаға басу арқылы сіздер Wi-Fi желісін таратып, алдыңғы іс-әрекеттерді орындай отырып, ноутбуктеріңізді Wi-Fi желісіне қоса аласыздар. Осымен біздің сабағымыз тамам. Және егер сіздерді қызықтыратын бір сұрақтар болса, немесе түсінбеген заттарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде ол сұрақтарға жауап беремін. Достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар және бізге лайк басып кетіңіздер.